Сәлем достар, менің есімім Алтынай, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осы үйлерге обзор жасаймын. Бірінші үйге кіреміз. Міне біз Патриктің үйіне келдік. Бұл оның теледидары, бұл бұнда әртүрлі каналдар қарайды. Бұл оның жататын бөлмесі, оның жастығы бар. Әрі ода жуынатын бөлмесі. Осында қол жуатын нәрсе. Ванна, одан кейін дәретхана. Ары бізде Спанч Бобтың үйі. Міне бұл ода осындай теледидар бар. Сурет, осындай сағат бар. Осы бөлмеде бізде жуынатын бөлме. Бұл жерде краны бар. Бұл үй Спанч Бобтың мультфильміндегіндей мебельдар бар. Ары бұнда ас үй. Бұл жерде Спанч Боб тамақ жасайды, бургерларын. Ары тағы бір жуынатын бөлме. Бұл жерде Спанч Боб жуынады. Ары Спанч Бобтың өзінің бөлмесі. Ода осындай орындығы бар, мультиктегіндей. Осындай төсегі, мұндай будильнигі бар. Және осындай телефоны. Және бұл оның питомцы. Біз екінші үйге кіреміз. Бөлмеде бізде осындай жуынатын бөлме бар. Бұл жерде Сквидвард жуынады. Және осындай қол жуады, дәретке отырады. Ары бізде зал. Залда ода теледидары бар, камин, сағат және диваны бар. Ары бізде ас үй. Бұл жерде ода тоңазытқыш бар және осындай сосискафтес. Келесі бөлме Сквидвардтың бөлмесі. Бұл жерде оның телефоны бар, осындай колонкасы және өзінің жататын орны. Бұл Тока-Бока ойынында Спанч Боб мультигіндегідей жиһаздар бар. Ал осымен видео аяқталды. Каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментария қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.